Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы зат есім. Сабақты бастамастан бұрын менің арнама міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың мақсаты: дереккөздерден қажетті мәліметті табуды үйренемін. 23-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Наурыз жаңа күн деген мағына береді. Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні күн мен түн теңеледі. Әз күн мен түннің теңелер сәтінде жүріп өтетін ерекше бір гуіл. Әз болмай, мәз болмайды деген сөз содан қалған. Әз өткенде күллі тіршілікке жан бітеді. Наурызда күн мен түн теңеледі деп неліктен айтатынын дереккөздерден біліп ал. Мәтіндегі зат есімдерді теріп жаз. Бұл жерде мәтіндегі зат есімдер: наурыз, күн, түн, гуіл, сөз, жан деген сөздер. 24-ші жаттығу: өлеңді жатқа жаз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, не тілесең сол болсын. Зат есімдерді тауып, астын сыз дейді. Бұл жерде бізде зат есімдер ұлыс және де ақ деп тұр. Не себепті ақ? Бұл жерде ақ дегеніміз белгілі бір заттың түсін білдіріп тұрған жоқ. Тағамның орнына қолданылып тұрған сөз ақ деп аталады. Яғни қымыз, сүт, біз соларды ақ деп атаймыз. 25-ші жаттығу: жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Т-дан бастасаң, дақылдың бірі. С-дан бастасаң, бояудың түрі. Шешуі: бірінші Т тары, бұл зат есім. Екінші сары дегеніміз ол түс, яғни ол бізде сын есім болады. Тарыдан жасалатын қандай тағам түрлерін білесің? Бізде тарыдан жасалатын тағам талқан, жент, майсөк деген тағамдар екен. Жұмбақ жауабындағы сөздердің қайсысы зат есім? Бұл жерде зат есім тары. Келесі шығармашылық үзіліс. 26-ші жаттығу: оңынан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жаз. Лақ, түс, кіші, қысым, таза деген сөздер. Яғни бұл сөздерді керісінше оқысақ, лақ деген сөз қал болады, түс сүт болады, кіші болған ішік болады, қысым мысық, таза азат деген сөздер шығады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.